Сәлем достар, бүгін клиникалық медицина бойынша 4-ші сабақ гастроэзофагеальды рефлюкстік ауру. Гера жалпы созылмалы қайталанатын гастро немесе эзофагеальды аймақтың эвакуаторлық моторикалық функциясының төмендеуімен сипатталатын асқазан мен ұлтабардағы құрамның қайта өңешке лақтыруынан пайда болатын патологиялық жағдай. Яғни қарапайым тілмен айтқанда, гастроэзофагеальдік рефлюкс кезінде асқазандағы ұлтабардағы құрам өңешке лақтырылады да, қайта лақтырылысымен сипатталады да, и өңештің дистальды бөлігінде бізде патологиялық өзгерістер дамиды деп айтамыз. Жалпы патофизиологиялық тұрғыдан гераны 3 түрін ажыратамыз. Гераның эрозиялық түрі, аурудың эрозиялық емес түрі и баррит өңеші. Гераның эрозиялық түрі бізде 30% жағдайда, мынау 65, мынау бізде 5% жағдайда кездеседі. Біріншісі эрозиялық түр кезінде морфологиялық үдерістер айқын дамиды, яғни шырыш қабаттың гиперемиясы, дистрофиялық үдерістері, қабынуы барлығы айқын көрінеді деп айтамыз. Ал аурудың эрозиялық емес түрінде тек қана симптомдар болады. Так былай шырышты қабықта морфологиялық үдерістер аса былай көзге көрінетіндей дамымайды. Баррит өңеш кезінде ісік алды процесс болып табылады, яғни бұл кезде өңештегі эпителийлер, то есть метаплазияға ұшырайды. Жалпы 75% жағдайда ең жетекші симптом ол бізде қыжылдау. Қыжылдау жалпы төс асты аумақта семсер тәрізді өсімнің бойымен жоғары қарай таралатын күйдіру сезім болып табылады, немесе жога болып жатырмын деп айтады үлкендер. Сол бізде қыжылдау болып табылады. Негізі қыжылдаудан басқа тағы да регургитация, руминация, дисфагия, аденофагия деген симптомдар бар, бірақ негізі 75% жағдайда қыжылдау болып табылады бізде гераның негізгі симптомы. Например, егер тұшқылы бізде өңеше қарай түсті, қайталанып лақтырылып жатыр, онда көп созылмалы процесс болатын болса не дамиды, яғни егер рефлюкс бізде ұзақ болатын болса қандай асқынулар дамиды. Ол кезде бізде негізінен осындай 5 асқыну түрі бар, чтобы оңай түсініп, оңай жаттап алу үшін мынандай суретпен и схемамен салып қойдым. Бірінші ол бізде эзофагит. Эзофагит бұл бізде өңештің қабыну процесі, яғни гера кезінде ең бастапқы дамитын өзгеріс ол бізде эзофагит. Тұтқыш қылы өңешке лақтырылғанның салдарынан бізде бірінші болып өңештің қабыну процесі жүреді. Егер, например, бұл емделмейтін болса, немесе ұзақ уақыт бойы қайталанатын болса, онда бізде структура қалыптасады. Структура қалыптасқан уақытта, жалпы структура бұл өңештің саңылауының тарылуы. Қабыну егер терең болатын болса, қайталанатын болса, ол жерде бізде эластикалық емес, қатты рубец пайда болады. Оны былай түсіндірсем болады. Жалпы егер сен саусағын кесіп алатын болсаң, ол жерде жара қалыптасады. Ол теріс сияқты эластикалық емес, қатты. Егер қайта кесетін болсаң, ол жараның үстіне қабаттасып, былай үлкен рубец пайда болады. Өңеште то же самое. Егер қайта тұсқыш қылымен қыш қылмен зақымдалатын болса, оны емдемейтін болсаң, ол терең зақымдала беретін болса, ол жерде фиброидты процесс активтенеді да, қатты эластикалық емес рубец пайда болады. И получается, бұл жерде саңылауы тарылып қалады деп айтамыз. Үшінші асқыну ол бізде өңеште ісіктің дамуы. Яғни қалыптыда бізде өңеште көп қабатты жалпақ эпителий. Егер оған қышқылдық көп әсер ететін болса, ол метаплазияға ұшырап, бір қабатты цилиндрлік эпителийге айналады. Егер тағы да қышқылдық көп ұзақ уақыт әсер ететін болса, ол бізде ісіктік жасушаларға айналады. Яғни бізде айттық, что баррит өңеші деген ісік алды процесс деп. Именно осы өңештегі эпителийлер метаплазияға ұшыраған уақытта, немесе бір қабатты цилиндрлік эпителийге айналған уақытта, осы бізде баррит өңеші деп аталады. Бұл бізде промежуточный период деп атайды ғой. Солай болады да. Яғни біріншісінде норма болады, қышқылдық әсер етеді, бір қабатты цилиндрге айналады, осы кезде баррит өңеші дамиды да, сосын баррит өңеші ісік алды процесс болады да, тағы да қышқылдық әсер ете беретін болса, факторлар жойылмайтын болса, онда бұл бізде өңештің ісігін алып келеді. Төртіншісі ол бізде қан кету, яғни кешірім өтінемін. Қан кету, яғни егер воспаление болсын, структура болсын, ісік болсын, жалпы эпителий қабаты, шышты қабат бұзылған соң, ол жерде қан кетеді. Қан кету пациентте қалай көрінуі мүмкін? Ол көбінесе анемия, яғни шаршағыштық, бас айналуы, сондай клиникалық көріністермен көрінеді. Бесіншісі ол бізде асқазан ас қорыту, то есть жүйесіне байланысты болмаған асқынуы. Ол бізде ларингит, фарингит сияқты тыныс алу жүйесіндегі қабынулық үдерістермен көрінеді. Яғни кейде
кышкыл бизде не только өңештин дисталдуу бөлүгү, ал жогары карай да чыгуу мүмкүн. Например, уюктаган убакта эгер гастрогера менен ооруган оокат көп жөтөлөйтүн болсо, осы кышкыл жогары карай көтөрүлүп, тыныс алуу жүйесине карай баруу мүмкүн да. И ошол жакта кабын ыдырысын дамытат. Потому что мына жактагы кабыргасы болсун, эпителий болсун, ткандар баардыгы кышкылдыкка төзүмсүз да. Кичкентай кышкылдын өзү көптөгөн кабын ыдырыстерин дамытууга күчү жетет былайча айтканда. Ол пациентте добустун карлыгуы сондай клиникалык көрсөтүктөр менен көрүнөт. Так, достор, сонун биз билебиз, что гера кезиндеги аскынуулар эзофагит, өңеш исиги, структура, кан кетүү немесе тыныс жүйөсү менен байланыштуу кабыныулук процесстерге дейин апаратын. То есть бирок именно осы асказан менен ултабардагы курамдын өңешке лактырысына эмне себеп болот, кандай факторлор әсер этеди, сону талкуулайбыз. Жалпы достор, биринчиси ол бизде өңештин төмөнкү сфинктеринин босаңсуусу, ал экинчиси диафрагмалык жарыктардын пайда болуу, үчүнчүсү ол бизде туз кышкылынын шамадан артык өндүрүлүшү, ал төртүнчүсү иш куусундагы кысымдын жогорулауы болуп табылады. Өңештин төмөнкү сфинктеринин тонусунун төмөндөүгү бизде темеки, алкоголь, кофеин сыяктуу заттарды шектенсиз колдонгондо дамыйт. Ал грыжалык жарыктар ол бизде гастропарез, ауыр физикалык жаттыгуу немесе жас ерекшелигине, яғни карт адамдарда дамыйт деп айтабыз. Ал иш куусундагы кысым жогорулоо ол бизде семиздик, жүктүүлүк, тамакты асыгыс жөө жана гастропарез кезинде, ал туз кышкылынын шамадан тыш өндүрүлүшү ол бизде кабынууга каршы эмес, то есть кабынууга каршы стероид эмес препараттарды, алкоголь, темеки жана синдром Зоолингер-Эльцина кезинде дамыйды деп айтамыз. Мынаны скриншоттоп немесе даптерлериңе конспект ретинде түшүрүп койсоңор болот. Диагностикасы кезинде эң айттык, что 75% жагдайда клиникалык көрүнүшү ол төс асты аумактан семсер тарызөсүнүн бую менен жогору карай таралатын күйдүрүү сезими деп. Мындай төс асты аумакта немесе төстүн жанындагы оорусунулар бизде жүрөк кан тамыр жүйөсү немесе жүрөк менен байланыштуу болотун ооруларда да кездешет. Сол себепти оны шатастырып алмоо үчүн негизинде ондай оорусунун кезинде биринчи болуп ЭКГ түзүрүлөт. Яғни биз ЭКГ түзүрөбүз. ЭКГ түзүргөн кезде эгер ST сегменти көтөрүлгөн болсо, тропонин тапшырабыз. Эгер тропонин мөлчөрү жогоруласа, онда биз острый коронарный синдром болот бул. Эгер ЭКГ тапшырган кезде ST сегменти көтөрүлмөгөн болсо, немесе тропонин мөлчөрү нормада болсо, онда биз эмпирическая терапия, яғни протонный помпанын блокаторлорун беребиз. Например, амепразол, пантопразол сыяктуу. И ол дарылерди берип 4-8 апта бою бакыланады. Эгер әсер болатын болса, онда бул герп болот. Эгер протонный помпанын блокаторлорунун әсер болмайтын болсо, онда эзофагогастродуоденоскопия жасалат. Ол бизде камеранын көмөгү менен эндоскоп энгизип, асказан ишек жолдорунун баардыгын көрүүгө мүмкүндүк беретін керемет бир әдис болуп табылады. Көрүп тургандарыңыздай, бул жерде көптөгөн өзгөрүштөр, яғни морфологиялык өзгөрүштөрдүн баардыгын көрүүгө болот. Эң маңыздуу жайыт ол осы, яғни төс алмагында оорусунук болгон жагдайда, например, наукас гера менен и острый коронарный синдром менен келип калуу мүмкүн да. Сол үчүн ар дайым биринчи ЭКГ түзүрүп, сонун ST сегменттерине карап, потом барып эмпирический терапия жасаган дурус болуп табылады. Жалпы достор, видео сабак унаган болсо, каналга тиркелип, пикир калтырып, лүпүлдү кызартып коюңдар. Келесі сабактарда көрүшкөнчө.